Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен барлық капкейк, торттарға жарамды кремчи жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен сахарный пудрамызға суық сливкемізді салып, және суық творожный сырымызды саламыз да миксерлейміз. Бірінші баяу миксерлейміз. Содан кейін кішкенеден көбейте береміз. Жақсылап біркелкі консистенция болғанша миксерлейміз. Бұл жерде ең қажетті ол жаңағы біздің сливкеміз бен творожный сырымыз суық болуы керек. Прям холодильниктағындай. Жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай қоймалжың консистенция болу керек. Бұны қатты миксерлеуге болмайды. Дәл осы видеодағындай консистенция болу үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.